дерзкий, весенний, прозрачный, аккуратный, возбужденный. Всем привет, друзья! Уала! Всех қойсын. Сендер шатасқан жоқсыңдар. Мен сол баяғы Яндекстегі Дарханмын деп ше. Не ғой? Орысша бастаған себебім қызық қойсын деп. Орысша сөйлегенге ойлап қалмаңдар, мынау немене бәлеш? Орысша қиып қалыпты ғой деп. Так, бүгін күнделікті жұмысымыз, күнделікті жаңа істеп жүрген тірліктеріміз жаңа өзімізше ақша табайық, байық деп, байлардың қатарына қосылайық деген сияқты. Сондай бір тірліктердің басталатын бір күні. Сондықтан қош келдіңіздер. Жаңа дерзкий видеомызға. Тигр жандар, миллион фандар бәрі барсындар ғой деп ше. Сол бірінші заказымызды қабылдап үлгергенбіз. Соған қарай кетіп бара жатырмыз. Қазір біз Қаскелең қаласы ма, қалай десе, қаласына барамыз. Қала ма, ауыл ма? Қаскелең ауылы деген жараспайды ғой. Аудан орталығы Қаскелең. Қарасай аудан орталығы. Сол жаққа баратын боламыз. Тапсырысқа дейін, тапсырысты алып кететін жерге дейін 5 минут 20 секунд, 19 секунд, 18 секунд жүреді екенбіз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бүгін көрдіңдер ғой, о жақ бұлтты от тұр. Ол деген значит мен машина жудым. Алматыда жауын шашынның себептері менің көлік жуғанымда. Солай айтайын сендерге. Болды, керемет. Күн тамаша, сап-салқын. Кеттік, достар. Айтпақшы, лайк басайық, достар. Лайк, комментарий жазайықшы, достар. Неге лайк, комментарий сұрай береді десеңдер, ютубтағы жаңа видеолардың көп қаралым жинауына себепкер боласыздар. Сіздер үшін бір қатты бір арзымайтын движение ғой. Біз үшін болғанда, мен үшін, мен жалғыз өзім. Мен үшін бір керемет мотивация. Мотивация должна быть всегда. Сол. Давайте. Тигрлер. Өзін тигрмін дейтіндер лайк басып. Мысықпын дейтіндер баспайды. Так. Тапсырысымызды алып кеттік. Холодильник. Опашаш. Қиқылдап жатыр ғой. Кеттік. Так, қанша минут жүреді екенбіз? Көріп алайық. 31 минут дейді. Тура кәдімгі Қаскелеңге барайын деп тұр ғой. Қаскелең. Все, let's go. Так. Тапсырысты бітірдік. Жаңа холодильникті өзбек ағайындарымызға әкеп тастадық. 4900 теңге болды. Ал енді Қаскелең дейміз. Жайлап қалаға жүріп көрейік. Жүріп көрейік болғанда. Қалаға барасың, қақы барасың басқа. Ақымақ, сен менен қашып құтылам дедің ба? Так, Яндексіміз селфи ұштырап отыр екен. Селфилдетіп жүрейік. Айтып ауыз жиғанша мінекей жаңбырда жауды, машинемді тазалап үлгерген жоқпыз деп ше. Соң мен машина жусам, жаңбыр жауды. Синоптиктер көрсетпесе де жаңбыр жауады. Жыбы. Так, жаңа Қаскелеңге соғып бір шаруалармен кіріп шықтым, достар. Камерамды ұмытып кеттім, оны түсірейін деген. Так, все, давайте. Ары қарай кеттік, қалаға қарай шығайық. Пока бізде бірақ заказ жасалынды. 4900 теңге. Let's go. Тапсырысымыз келіп түсті. Арзанның жанындамыз ғой. Рысқұлова, Яссауи жақта.
Так, братва, екінші точкаға келіп тұрмыз. Ана жүктер салып жатыр. Біз көреміз, кетеміз. Сағатымыз деген 14:57. Так, артын жүкке толтырып тастадық. Енді тапсырысқа барамыз қазір. 2 точка. 1 сағаттан көп уақыт алады деп. Бәрімізге белгілі 1 сағаттан асатын тапсырыстар 8000 теңгеден болуы керек. Қазір соны тексереміз. Братва, неге келіп тұрмыз? Сәлем базарға. Пробка болып тұр. Әкес. Қазір апарттасақ, сосын көреміз. Так, өте Мұратова, братвалар. Неге келдік? Бірінші вокзал жақтағы багажный отделение пойызға салып жүретіндер. Екінші точкамыз осы жерде. Так, қазір көреміз. В общем, бұл заказды бітірдік. 4630 теңге болды. Плюс жаңа Бағордаға кірген 200 теңгемізді қосамыз. Сонымен 4830 теңге болды. Бізге 5000 теңге берді. Сіздешісін қайтырайын деп атсам, болды, брат, рахмет дейді. Осындай мәрт жігіттер аман есен болсын. Бірінші вокзал жақтамыз, достар. Әрмен қарата көреміз. Келші, бәрмен келші, құдаша. Басқа программада айтып кен ғам деп ше. Сау достар, кеттік әрғарай. Әрмен қарата жалғастырайық біздің Алматы қаласымен қыдыруымызды. Көкелер жібермейсіздер ма не вообще? Бейт. Нағылы кіріп кетпесең, Алматыда қазір жібермейтін болған. Қапта баған, ондай нағылы адамдар. Ал тегірлар жиналды. Яндексті көруге. Яндексте тағы бір заказ. Келіп бізге түсуде. Так, тапсырыс. Безналичный расчет дейді. 7 минут уақыт беріледі баруға. Пластиковые трубы деп жазып қойыпты. Яғни айтқанда пластикалық трубалар. Қасына жазып қойыпты. Позвоните. Мен саған звондайтын. Черт май деп ше. Барамыз, по факту көреміз. Так, братва. Мынандай трубалар. Сондайларды алып келдік замбілерге. Қазір көреміз, қанша болатын. Так, замбілерді апарып салдық. Пожарка жақтан, Сүйінбай жақтағы. Рысқұлова Құлжинка жаққа қарай. 3990 теңге болды. Кеттік. Замбілерге келгенде мынандай бір чек береді. Обязательно соны алып алыңдар. Потому что шлагбаумды осымен тегін ашып береді. Let's go. Так, братва. Жаңа тапсырсаңыз соңғы тапсырыс болған сияқты, что-то заказ жоқ. Сағат 6-дан кетті. Қаскелеңде жүріп уақыт жоғалтып алдым, негізінде жаңа белгілеп тастау керек еді. Все, ертең көреміз тағы да, ертеңгі шыққан жолымызды осы видеоға қосып жүрем. Так что ертеңгі күнге ауысайық. Миллисекундта келесі күнге ауысып кеткенсің. Ассалаумалейкум, достар. Келесі күн тапсырысымызға кетіп бара жатырмыз. Бірінші тапсырысымыз 12:09 уақытымыз. Көкөзек жақта премьерно. Сояқтан алып кету керек. Көрейік бүгін қанша табуға болады екен. Так, достар. Загрузкаға келдік. Көреді, сонымен кетеміз. Так, братва, затымызды алып кеттік.
1 метрлік анандай ұзын арматура сияқты резьбовой темірлер ғой. Резьбасы бар. Шпилькілер. О, резьбовой темір дейінші. Так, алдық затымызды. Кеттік енді. 34 минут уақыт алады. Братвалар Назерке құрылыс дүкеніне келіп тұрық. Түсіретін жер осы жерде екен. Андай темірлер ғой. Шпилка. Ой. Күтеміз, қайтеміз. Так, тапсырысты бердік. 4030 теңге болды. Әрмен барады келді. Давай. Братанчики. Екінші тапсырысымыз. Бірінші вокзал жақтан келді. Кетіп бара жатырмын. 2 минут уақыт беріп тұр. Базар жоқ дегенсің. Кеттік, братва. Тапсырысымызды басып алдық. Бірінші вокзал жақтағы абрикос деген строительный рыноктан бір машина коробкалар. Кеттік. Абарып тастайық. 22 минуттық уақыт беріледі екен. Let's go. Мынандай бір промбазаға келдік. Түсіріп жатыр достар. Так, братвалар, жаңа тапсырысты бердік. 3500 теңге болды. Одан кейін тағы бір тапсырыс түсті. Жерге тоқтап намаз оқып алайын деп. Жер таза емес екен. Так, кеттік. Бір ыңғайлы жер табылып қалар қазір жолда. Бізге заказға дейін баруға 7 минут 46 секунд уақыт беріледі екен. Ендеше, let's go. And do it, motherfucker. Братвалар, Барс базардың артында фуралар тұратын жерге келіп тұрмын. Заказчикті күтіп тұрмыз. Так, достар, жаңа нені апарыпсын. Сол жаққа қарай кеттік. Так, енді Жібек жолы базарына қарай бару керек болып тұр. Ендім жасап атқан ғой, соны бірдеңке көру керек дейді. Все дедім. Қазір киламан дедім. Киламан, сосын китаман дедім. Табысымыз 10.000 теңге. В общем, братва, мынау кетіп қалған ғой. В общем, братва, прокладка алу керек екен. Әлде сауатым. В общем, проблема горловинаның басы кетіп қалған ғой. Одан су қайнап жүр. Так, оталдырып көрдік. Оталдырдық, то есть жинап бітті. Прогреваем. Сосын көреміз қазір. Так, братва. Машина вроде нормальный болды. Айдос братқа рахмет. Айдекен нөмірдің астына тіркеп қойын. 20-ка, 30-ка, любой мотор ғой, короче. Барлық сложность жасай береді. Келе бер. Так, братва, айдап шықтық. Температура орнында. Негізінде бұл андай болған. Оталып қыздырған кезде газ басқан моментте судың бәрін сыртқа шығаратын. Мотористтарға барып сұрағанымда болды сенің головкың прокладкасы кетіп қалған деп. 90.000 теңге деп заряд беріп тұрған.
Айдос Мұратқа келсем, бұл горловинадан болады дейді. Горловинаны реально алып қарасам, кетіп қалған екен. Сонымен Айдос Мұраттың айтуы бойынша барып горловина алып қайтып келген жайымыз бар. Сонымен қазір нормально қарап, температура орнында. Обычно андай от алдырып газды басқан моментте сыртқа қарай су теуіп тастайтын. Қазір ондай жоқ. Парковканың столик нормально. В общем, Айдос Мұрат, видеоны қарап отырсаңыз рахмет, братан. Мынау құры тұр ғой еще. Дерс келіп қой, қазір проверять будем. Айдос Мұраттың нөмірін естіші астына қалдырып кетем. Кімде осындай проблема, машина мотор жағынан болса, Алматы қаласында Айдос Мұратқа хабарласып жасатсаңыздар болады. Өте ұқыпты, әдемі жасайды екен. В общем, братва, бағанағы братан тегер екен. Айдос Мұратқа жалынды сәлем, рахмет үлкен. Машинаны ары-бері айдап тексердім. Зор болып тұр. Все, Аққоян опять в строю. Қазір барып шомылдырып, жуып, дөңгелектерін ауыстырып қою керек. Әне, мантоварка ғой. Достар, осындай бір түрлі бір выпуск болды. Рахмет қарағандарыңызға. Лайк басайық мына жерге. Комментарий жазайық. Комментарий неғұрлым көп болса, достар, сол ғұрлым видеолар шыға береді. Рахмет. Давайте. Ай-яй-яй. Кімнің көтешкасы? Менікі. Қайда деп тұр ғой. Қойда барамыз, братан деп. Обкаткиде жүріп, короче, нормально вроде бы. Деп дерзкий болып тұр. Тап-таза жуып алдым. Сағатымыз 11